Жобасы үздік деп танылған жас кәсіпкерге 25 миллион теңге беріледі. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде Болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы Қуандық Бишімбаев хабарлады. Оның айтуынша, стартап Болашақ деп аталатын байқауға 19 бен 29 жас аралығындағы жастардың барлығы қатыса алады. Ол үшін қолдарында кез келген саланы дамытуға бағытталған бизнес жоспары болу керек. Эльвира Тағайқызының репортажы. Арман Барменбаев стартап Болашақ байқауына қатысуға өтініш бергендердің бірі. Қазір ол кішігірім бизнес иесі. Үйді абаттандырумен айналысады. Байқауға тың жобасымен келіпті. Самая главная идея нашего стартапа. Мен 50 күн ішінде абаттандырылмаған үйді дизайнерлік тәсілдерді қолдану арқылы толық жөндеуден жасау бойынша жоба ұсындым. Қазір де сол іспен айналысып келемін. Бірақ әзірге қаражаттың аздығынан идеямды толық іске асыра алмай тұрмын. Егер жеңімпаз атансам, жөндеу жүргізіп келетіндердің жұмысын әлдеқайда жеңілдетіп, аз уақытта қолжетімді бағамен жақсы нәтиже көрсетер едім. Арман сияқты өз кәсібін ашуды арман еткен, бірақ оған қажетті қаражаты болмаған жастарға мүмкіндік тудырған Болашақ қауымдастығы іріктеу нәтижесінде бірінші орын алғанға 7 миллион теңге бермек. Қосымша сыйақы тағы бар. Соған қосымша BI Group компаниясынан 10 миллион теңге бірінші жеңімпазына және құрылыс индустрияда жобалар болатын болса, идеялар болатын болса, сол бағытқа да BI Group ерекше өзінің грантын бөлетін болады. Тағы да айта кететін болсақ, даму қорының қазір ғана төрағасы айта кетті. Сол ақшаны пайдаланып, жас кәсіпкерлер даму қорына өзінің жобаларын тапсырса, қосымша 20 миллион теңгеге гарантия алып, несие алуға болады. Екінші орын алғандарға да аз емес 5 миллион теңге, ал үшінші орынға 3 миллион теңге бөлініп отыр. Айта кетерлігі, бұл жолы жеңімпаздарды анықтау ашық түрде өтеді. Яғни байқау басынан аяғына дейін отандық телеарналардың бірінен реалити шоу түрінде өтеді. Оны көрермендер қараша айында тамашалай алады. Ал байқауға қатысуға өтініш 20 қыркүйекке дейін қабылданады. Эльвира Тағайқызы, Батырбек Ғаділбек, хабар.